Мен қазір кредитті төлей алмай жүрмін. Шаршадым. Банкротқа тапсырғым келеді. 1 ай болды, 2 ай болды, немесе 12 ай болды, 3 жыл болды. Мен банкротқа тапсыра аламын ба? Оны қалай тапсырамын? Мінекей осындай көп сұрақ болады. Осы сұрақтың жауабын табу үшін бізде банкроттық зерттеу жасалады. Бұл банкроттық зерттеу несімен тиімді? Біріншіден, біз құқықтық талдау жасаймыз. Сіздің бүкіл қаржылық жағдайыңызға сол бойынша жазбаша талдау жасалып сізге ұсынылады. Мұның барысында сізге кеңес беріледі. Жаңа банкроттық зерттеудің нәтижесінде қандай жағдайыңыз қандай екені, жаңа банкроттың қай түріне жатасыз, қандай кемшіліктері бар, қандай әрекеттер жасап банкротқа қарыз тапсыру керек, осының бәрі анықталады. Мұның бәрі сізге түсіндіріледі. Сондықтан қалыс қалмай осы жерден мен қашан банкрот боламын, мен қайтып банкрот боламын, банкротқа арызды қалай тапсырамын, қайтып тапсырамын, сот арқылы банкроттық, соттан тыс банкрот деген не деп сарсаң-ерсеңге түспей, күйзеліске өздеріңізді салмай, дереу бізге WhatsApp-қа жазып банкроттық зерттеуге жазылыңыздар. Нәтижесінде банкроттық зерттеуді аласыздар, кеңес алып жағдайыңызды түсінесіз, сол бойынша жұмыстар жүргіземіз, бірлесіп отырып арызыңызды тапсырамыз, сөйтіп сіздіге қаржылық бостандықтың алғы шарттары жасалатын қадамдарды жасайтын боламыз. Сонымен банкроттық зерттеуге жазылыңыздар ағайын.